Егер байқасаңыздар, әрқайсыларыңызда Қазақ даласында талай махаббат хикаялары болған. Солардың ішінде ел есінде ерекше сақталған бір оқиға бар. саған жауап себебі деген қалыптасып бағалау арқылы бағалауға болады. Жақсы, бірақ кішкене бір жерде қателесіп қалды. Әлеуметтік теңсіздік те жоғары, әйел теңсіздігі. Әйел теңсіздігі жақсы. Осы шығармадан біз тағы да әйел теңсіздігін қай жерден көріп табамыз? Қай жерден көріп табамыз әйел теңсіздігін? Анасынан тапсырмадан қалған кейіпкеріміз ол Есімбек. Есімбектің қасиеті бай, қатал, өз дегеніне қайтпайтын, ескі салт дәстүрге берік, бедел мен байлықты бірінші орынға қоятын адам. Өз тарапымыздан беретін баға ол Есімбек ескі қазақ қоғамының өкілі ретінде суреттелген кейіпкер. Ол қызын жеке тұлға ретінде емес, өз бейнесіндегі адам деп қабылдайды. Қыз бақытынан гөрі атақ пен абырой мен байлықты жоғары қойды. Осы мінез арқылы ол шығарған қайғылы тағдырына тікелей себепкер болды. Автор Есімбек бейнесі арқылы ата-ананың шектен үстемдігі мен ескі көзқарасын адам тағдырын қалай ұстайтынын көрсетеді. Қарсы жазамыз, кейіпкеріне сыйласу. Қарсы жазамыз, кез келген кейіпкерді аламыз. Мейлі Айналай, мейлі Шұға, мейлі Абдрахман, мейлі Күлсұлтан, мейлі Есімбек. Егер егер мына жерде сіздер жазғыларыңыз келген кейіпкерді жазбай қалсам, оны да алсаңыз болады. Кім баға береді? Маған ұнаған жұмыс. Оған ұнаған жұмыс Мая мен Жануаттікі. Себебі олар тақырыпты ашық, әсіресе бағаны жасырады. Абай мен Жеке арасындағы теңсіздік және қыздың өзінің Жақсы, қосылған Кебек, Бақсы, Жалмас, Шығаның белгісі шығармалары. Мысалы, Шығаның белгісі шығармасынан Шұғын әкесі ретінде ең